4 тең 12 бөлікке бөлінген. Оның 8 бөлігі желінсе, қанша бөлігі қалды дейді. 12 бөлікке бөлінген, 8-і желінді. Қанша қалғанын табу үшін азайтамыз, я? Демек, 12-ден 8-ді азайтам. 4-тің 4 бөлігі қалды. Оны бөлшек арқылы жазып, қысқартып көрейік. Барлық бөлік бөлімінде тұрады. Яғни бөліміне 12-ні жазамыз. Қанша бөлігі қалды, сол санды алымына. Яғни алымына 4. 4-тің 12-ден 4 бөлігі қалды. Бұл сандар қысқарады. Екеуі де 4-ке бөлінеді. 4-ті 4-ке бөлсем 1, 12-ні 4-ке бөлсем 3. Қалған сандарды жазам. Есептің жауабы 4-тің 3-тен 4 бөлігі қалған екен.